Болтты жоба жасау және балансты толтыру. Болтты жоба бұл инфрақұрылымды құруға және басқаруға арналған оқшауланған орта. Әр жобаның қолжетімділік, ресурстар және биллинг жиынтығы бар. Бір жобада әртүрлі болттық ресурстарды біріктіруге болады. Виртуалды серверлер, дерек қорлар, Kubernetes кластерлері және жүктеме теңгерімдері. Әртүрлі орта үшін сіз бір есептік жазбада бірнеше болтты жобалар жасай аласыз. Болтты жобаны жасау үшін PS Cloud басқару консоліне кіру немесе тіркелу қажет. Егер сіз әлі тіркелмеген болсаңыз, тиісті нұсқаулықты қараңыз. Болттық жобаны құру үшін консоль PSKZ сайтына кіріп, аккаунттың шолу бетіне өтіңіз. Мәзір белгішесін басып, болттық серверлер бөлімін таңдаңыз. Жасау батырмасын басыңыз. Жоба атауын ойлап табыңыз, немесе ұсынылған нұсқаны қалдырыңыз. Әр қарай, болтты жобаны құру үшін оның балансын толтыру қажет. Танысу мақсатында ең төменгі соманы 500 теңге ретінде көрсетуге болады. Егер сіз толық жоба жасауға дайын болсаңыз, оның құнын PSKZ сайтындағы болтты серверлер бөліміндегі калькулятор арқылы есептеңіз. Болтты ресурстарға ақы төлеу әр сағат сайын автоматты түрде жүретінін ескеріңіз. Егер баланс таусылса, жоба тоқтатылады. Соманы көрсеткеннен кейін жасау батырмасын басыңыз. Ыңғайлы төлем әдісін таңдаңыз. Жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін Каспий QR, банк картасы және басқа да тәсілдермен төлем жасауға болады. Заңды тұлғалар үшін әдепкі бойынша тек қолма-қол ақшасыз есеп айырысу қолжетімді. Төлем әдістері туралы толығырақ осы бейнеден қараңыз. Өзіңізге ыңғайлы тәсілмен төлем жасаңыз. Енді сіз болтты серверді құра аласыз. Бізбен бірге болғаныңызға рахмет.